тілден етістікті аяқтаймыз. Ол етістіктің райлары деген тақырыппен, иә. Етістіктің райлары туралы айтпас бұрын біз алдыңғы сабақтарда жалпы етістікке қатысты бірнеше тақырыптар өттік қой. Сол бойынша қазір кішігірім тест орындаймыз. Ауызша алма-кезек шешеміз, иә. Үшеуің бір 5 сұрақтан алма-кезек орындасақ болады. Саян бастай ғой. Мына 5 сұрақ. Жетістік, шегелеу. Бірінші жақтағы етістік дейді. Сіз отырсыз, екінші жақ болады. Сен ойландың, мен барамын. С. Етістік дегеніміз мына жерде қайда тұр? Заттың қимыл әрекетін білдіреді. А. Одан кейін етістіктің сұрақтары. Не істеді? Не істеді, не қылды, қайтты. В. Иә. Тұйық етістік, отыру. Жақсы. Жеңіл сұрақтар ғой, тек бір еске түсіру мақсатында. Аяулым, келесі. Етістіктің неше райы бар? Етістікте райларды бүгін өтеміз, жарайды. Егер білетін болсаң, ашық рай, ашық рай, бұйрық, шартты, қалау. Нешеу сонда? 4-еу, иә? Ашық, бұйрық, шартты, қалау, иә. 4 райы бар, жақсы. 4 райы бар. Иә. Нақ осы шақта тұрған етістік. Айт, көр, тұр, бер, барлық жауаптар дұрыс. Тұр. Қалып етістіктері еді ғой, нақ осы шақты жасайтын, иә? Қандай еді қалып етістіктері? Иә. Тұр. Айт, жаттама, бай? Жоқ. Көр онда. Жоқ. Көр деген жатады. Тұрғаны жатады, апай, тұр бер. Жоқ, дұрыс қой, жауабы тұр. Енді осы тұрдан басқа қандай қалып етістіктері бар еді деп сұрап отырмын. Тұр. Кім айтады? Отыр, жүр, жатыр. Иә, есіме түсті. Отыр. Жатыр, жүр. Жүр, жатыр. Қалып етістік еді. Келесі сұрақ, аяулым, оқи бер. Келер шақта тұрған етістік. Келді, келемін, келдім, келген, келсең. Келемін. Сөйлемде нақ осы шақта тұрған етістік. Ол кезде шаршау дегенді білмейтінмін. Жақсы жанына жолдас болар, мен оқып отырмын, мен ертең оқимын. Нақ осы шақ. Мен оқып отырмын. Дұрыс. Біз қазір ғана айттық, иә? Нақ осы шақты жасайтын қалып етістіктерін қазір ғана еске түсірдік. Соның біреуі осы отыр. Тағы бір сұрақты оқы. Озалды келер шақта тұрған етістік. Ол кезде шаршау дегенді білмейтінмін, жақсы жанына жолдас болар, мен оқып отырмын, мен жаздым. Келер шақ болу керек, оның ішінде болжалды келер шақ болу керек. Мен оқып отырмын деген осы шақ болса, мен жаздым. Жақпау болған, апай. Жақсы жанына жолдас болар. Иә, жақсы жанына жолдас болар, келер шақ. Енді қараңыз, А нұсқасында ол кезде деп тұр да, ол өтіп кеткен шақ екені түсінікті. Мен жаздым, жедел өткен шақ, өтіп кеткен шақ екені оның да көрініп тұр. Оқып отырмын, қазіргі болып жатқан іс-әрекет. Демек, келер шақта болатын іс-әрекет, енді жақсы жанына жолдас болар. Болжалды келер шақтың жұрнақтары қандай еді? Қай жұрнақтар жасайтын еді болжалды келер шақты? Ар, ер, р. Есімшенің ар, ер, р жұрнақтары. Осындағы болар деген сөзде ар деген есімшенің жұрнағы тұр. Сол арқылы да біз оның болжалды келер шақ екенін таба алады екенбіз. Келесі сұрақтар. Асхат қыз, аяулым, оқи ғой.
Етістіктің шақтары неше түрге бөлінеді? Үшке бөлінеді. Мгм. Нақ осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Осы шақ деген. Осы шақ, иә, өткен шақ, келер шақ. Жақсы, келесі сұрақ. Етістіктің мағынасына қарай бөлінуі. Екіге. Мгм. Салт сабақты. Одан басқа мағыналық түрлері жоқ па етістіктің? Есімше, Жоқ, көсемше. ол мағыналық түрі емес. Олар ерекше түрлері етістіктің. Тұйық етістік. Мағынасына қарай салт сабақты болады және Болымды. иә, Саян дұрыс. Болымды, болымсыз. Болымды, болымсыз Ага. болады. Демек, төртке бөлінеді екен. Келесі сұрақ. Етістіктер қалай Аха, Етістіктер қалай жіктеледі? иә. Жекеше, көпше. Мгм. Жекеше көпше жіктеледі. Жақсы, ары қарай. Етістіктің болымсыз түрін табыңыз. Бар ма? Мгм. Сабақты етістік, қажет ететін есептік. Мгм. Табыс. Жақсы. Келесі 5 сұрақ. Ақерке. Өткен шақ нені көрсетеді? Мгм. Бол, Ақерке. Атында айтып тұр ғой, өткен шақ. Қашан болған іс-әрекетті білдіреді? Кейін болатын іс-әрекетті бұрын болатын іс-әрекетті білдіреді. Бұрын болған іс-әрекетті білдіреді. Жақсы. Келесі сұрақ. Етістіктің құрамына қарай бөлінуі. Мгм. Етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді деген сұрақ. Үшке. Қандай ол? Ашығырай, түйіғырай, бітеурай. Қарай сұрап тұрған жоқ сенен, Ақерке. Құрамына қарай деп сұрап тұр. Саян, етістік құрамына қарай нешеге бөлінеді? Дара, күрделі, екке. Екке бөлінеді. Жақсы. Келесі сұрақ. Етістіктің жасалуына қарай бөлінуі. Мгм. Бұл тұлғасына қарай деген сөз. Мүтәнай ұлым, етістік тұлғасына қарай қалай бөлінеді? Негізгі, туынды. Деп екке бөлінеді, иә? Жақсы. Туынды етістікті тап, Ақерке. Келесі сұрақ. Туынды етістік. Ақылдас. Жақсы, дұрыс. Келесі сұрақ. Негізгі етістік. Мгм. Пайдалан. Жоқ. Ол туынды. Оның түбірі пайда. Достас. Достастың түбірі қайсысы? Дос. Дос. Ол етістік па, дос деген? Жоқ. Баста, апай. Бұнда да солай. Түбірі бас. Онда болды. Иә, бір ғана вариант қалды өзі. Болды, негізгі етістігіміз. Қалғандарының барлығы туынды етістік. Басқа сөз таптарынан туындап тұр. Келесі 4 сұрақ, Саян. Өткен шақтың мағыналық бөлінуі. Үшке бөлінбей ме? Үшке бөлінеді. Жедел өткен шақ, ауыспалы өткен шақ, бұрынғы өткен шақ. Жақсы. Келесі сұрақ. Одан кейін жедел өткен шақтың жұрнақтары. Ол бізде Д, Д, Т болу керек. Мгм. Ол істеді, ол айтты деп бұрында. Одан кейін келер шақ етістіктің мағыналық ерекшеліктеріне қарай нешеге бөлінеді? Келер шақ үшке бөліне ма? Иә, үшке бөлінеді екен. Болжалды, мақсатты, ауыспалы. Болжалды, мақсатты, ауыспалы. Дұрыс. Одан кейін болжалды келер шақ етістіктегі қандай жұрнақтар арқылы жасалады? Болжалды көсемшенің бе? Ар, ер, ры. Ар, ер, ры екені дұрыс, бірақ ол есімше. Есімше. Ой, бұл. Есімшенің ар, ері жұрнақтар арқылы жасалады. Жақсы.
Осымен біз алдыңғы сабақтарда өткен тақырыптарға бір шолу жасадық, бір қайталадық. Бүгін енді етістікті бұйырса аяқтаймыз. Бүгінгі тақырып етістіктің райлары деп аталады. Рай дегеніміздің өзі не? Рай дегеніміз сөйлеушінің жаңағы сөйлеу кезінде болып жатқан, немесе болған, немесе болатын, әрбір үш жақта да тұруы мүмкін ғой. Іс-әрекетке деген көзқарасы, ниеті, оның болу болмау туралы пікірін білдіреді. Яғни бұл іс-әрекетке қатысты ол айтып тұрған адам қандай ұстанымда, немесе қандай көзқараста, ол шарт қойып тұрма, ол бір нәрсені қалап тұрма, ол немесе бұйырып тұрма, немесе жай ғана хабарлап айтып тұрма бізге деген сияқты. Осыған байланысты райдың қазақ тілінде 4 түрі бар. Ашық рай, бұйрық рай, қалау рай және шартты рай болып 4-ке бөлінеді екен. Ашық рай бұл кез келген етістіктің осы шақта, келер шақта немесе өткен шақта тұрғандығы ашық райда тұр деп есептеледі, былай қарапайым тілмен айтқан кезде. Ашық райдың ешқандай да бір өзінің арнайы жұрнағы жоқ, немесе арнайы бір реңк, мағына үстейтін бір формасы да жоқ. Жай кез келген үш жақтың бірінде тұрған, яғни басқа райлардың жұрнақтары жоқ сөйлем болса, бұл ашық райда тұрған сөйлем болып есептеледі деген білдіреді. Қарапайым түсіндірген кезде, Мысалы, әркім өз ойымен отыр, яғни нақ осы шақта болып жатқан іс-әрекет. Келемін тау ішінде түнделетіп, келер шақтағы іс-әрекет. Мақсатым тіл ұстартып өнер шашпақ, келер шақ, мақсатты келер шақ. Жер жырттық, қайнады еңбек, егіс салдық. Бұл жедел өткен шақта тұрған сөйлем, жедел өткен шақ формасында тұрған сөйлем. Осы сияқты қарапайым белгілі бір нәрсені хабарлап тұрған, үш шақтың біреуінде тұрған сөйлем болса, етістік болса, демек ол ашық рай тұлғасындағы етістік болып саналады екен. Яғни бұған қатты бір қиналып, бас қатырып, оның формасын немесе оның жұрнағын біз іздемейміз екен, сөйлемнен. Келесі, бізде бұл бұйрық рай. Енді бұйрық райдың өзіндік ерекшеліктері бар. Бұл өзінің аты да айтып тұрғандай, қандай да бір қимыл әрекеттің орындалуын талап ету мағынасын білдіретін етістіктің түрі. Яғни бұйрық мәні бірден сезіліп байқалып тұрады. Бұйрық райда тұрған етістік бұл үш жақта да болуы мүмкін. Яғни ол бұйрық рай тек қана біреуге бұйыру, ол тек қана екінші жақта немесе ол тек үшінші жақта тұрады деген сөз емес. Бірінші жақта да бұйрық райлы етістік болуы мүмкін. Мысалы, тыңда дала жаңбылды. Тыңда деп тұрды, бірден бұйрық мағынасы байқалып тұр. Қыссын еңбек, қайнасын күш майданда. Тағы да қыссын еңбек деген бұйрық мәні бар. Мен жазайын сізге хат, оқып көрсін ол шындап. Мен жазайын. Енді мұнда бірінші жақта келіп тұрды. Бірінші жақта келген кезде бұйрықтан гөрі кішкене өтініш мағынасы басымырақ болып кетеді. Мысалы, мен жазайын сізге хат, оқып көрсін ол шындап. Бірақ бұл да бұйрық рай формасында тұрған етістік болып саналады. Мұнда яғни соңғы мына абзацта назар аударсаңдар, былай дейді. Етістіктің бұйрық рай тұлғасы бұйрықтық мағынамен бірге талап, тілек ету, ниет мағыналарында білдіреді. Әдетте бұйыру, талап ету мағынасы екінші және үшінші жақта анық көрінеді. Бірінші жақта ол көбіне ниет ету мәнінде келеді дейді. Яғни бұл біздің жаңа мысалдар барысында айтқан ережеміз. Енді осы ережемізді кішкене түсініктірек қылу үшін біз қазір бұйрық райда тұрған етістікті үш жақта жіктеп көрсек болады. Мысалы, тыңда деген сөз, мен тыңдайын, сен тыңда, сіз тыңдаңыз, ол тыңдасын деп айтамыз. Бұйрық рай барлық жақта да бар. Бірақ бірінші жақта мен тыңдайын, яғни бұйрықтан гөрі, талаптан гөрі ниет ету мәні көбірек болып тұрды. Талдау барысында біз бұны қалай талдаймыз? Түбірі тыңда, етістік. Айын, ейін, иын, иін дегендер бұйрық райдың жұрнақтары деп талдаймыз.
яғни бірінші жақтағы бұйрық райлы етістіктің жіктелуіндегі осы бір ерекшелікті еске сақтаймыз, иә. Екінші жақта сен тыңда, ешқандай қосымша жоқ, бірақ бұйрық мәні бірден сезіледі. Сіз тыңдаңыз, сыпайы түрінде келсе де, бірақ бәрібір де бұйрық мәні бар, аңыз деп келіп тұр, иә. Үшінші жақта ол тыңдасын. Сын деген қосымша жалғанды. Бұл да бұйрық райдың жұрнағы ретінде талданады, иә. Осыны еске сақтауымыз керек. Бұйрық райға қатысты дүниенің бір ерекшелігі осы, яғни именно бірінші жақтағы жіктелген кезде ерекшелігі деген еске сақтау керек. Енді мұндай тапсырма берілген. Бұйрық рай етістігінің болымды және болымсыз түрін ажыратып жасалу жолын анықтаңдар деген. Так, бұны айтпастан бұрын, мыналарды біз бірақ айтауымыз керек, иә? Жаттығудан бұрын. Мынау жаңағы жіктелу деген дүние, бұл менің мысалмен айтқаным. Қалай жіктеледі дегені, иә? Көпше түрдегісінде міне екінші жақта барыңдар, келіңдер, санаңдар, көрмеңдер дегенде көптік жалғауының жалғанатындығы, сыпайы түріне келгенде кезде де ыңыздар, іңіздер деп онда да көптік жалғауы жалғанып тұрғандығы көрінеді, иә? Так. Мына жерде ондай бір бүйтіп айта қоятындай басқа жаңалық жоқ сияқты. Тек жіктелуіндегі ерекшелік. Жақсы. Енді мына тапсырманы орындап көрейік. 4 сөйлем берілген. Әрқайсысында бұйрық рай бар. Қайсысында қалай көрініп тұр? Және болымды мағынада тұр ма, болымсыз мағынада тұр ма, соны айтайық. Бірінші сөйлемді Асхат Қызайұлы оқи ғой. Қара тілінің ашсын қарашы. Ол болымды мағынада тұр. Қай жақта? Осы жақта. Жақ емес, жағын сұрап тұрмын. Шықсын. Бірінші жақта. Қара. Кімге айтып тұр қара деп? Кімге бұйырып тұр? Тілінің ашсын қарашы деп. Сен қара ғой, екінші жақта ғой. Сен. Мені қара болмай ма ғой? Жоқ, біз именно мына бұйрық рай етістіктің нешінші жақта тұрғанын айтып тұрмыз ғой. Кімге қаратып айтып тұр? Бірінші жақта, екінші жақта, немесе үшінші жақта. Соны ғана ажыратып тұрмыз. Ал тоқта тыңдайық деген кезде ше. Нешінші жақта тұр? Сен тоқта. Сен тоқта. Ал тыңдайық дегені? Біз тыңдайық. Бірінші жақта көпше түрінде тұр, иә? Бағанағы мен айтқан айын, ейін деген енді көпше түрге келді де айық деген формаға ауысты. Жақсы, екінші сөйлем Мұтанайұлы оқи ғой. Ал суға келіңдер, өрт салушыны іздеңдер. Бұл бізде салушыны деген бізде. Салушыны іздеңдер. Бізде етістік бұйрық райда тұрған етістік ол емес қой? Іздеңдер. Іздеңдер, әкеліңдер деген екі сөз тұр. Иә, іздеңдер, әкеліңдер. Қай жақта тұр? Нешінші жақта тұр? Екінші жақ. Екінші жақ, иә, сендер. Екінші жақтың көпше түрінде. Сендер. Иә. Сендер әкеліңдер. Сендер іздеңдер. Сендер іздеңдер. Бермеңдер, лақтырыңдар өзін. Бұл да тура солай. Сендер бермеңдер, сендер лақтырыңдар, иә? Үшінші сөйлем. Саян. Шегім кері, дейді автоматчик көпірге көтеріле берген машинені кең кеудесімен тіреп. Бұйрық рай. Иә. Нешінші жақта тұр? Екінші жақта. Дұрыс.
сен шегінтеді, иә, екінші жақта тұр. Ал төртінші сөйлем Ақерке. Аяғымды еш уақытта кестіруші болма деп, Павлодия қасымда отыр. Аяғын еш уақытта кестіруші болма. Бүйрі қарай, осы жақ. Шақ емес, жақ керек. Бірінші жақ, жақ, екінші жақ, үшінші жақ. Мен, сен, ол, үшеуінің қайсысы? Кімге айтып тұр, кестіруші болма деп? Үшінші жақта тұр. Ол кестіруші болма деп тұрған жоқ қой. Ол кестіруші болмасын болу керек. Сен кестіруші болма. Сен кестіруші болма. Кестіруші болма. Екінші жақта тұрған бұйрық рай екен. Жақсы. Кеттік ары қарай. Енді мұнда тағы да келесі тапсырма. Бірнеше сөйлем берілген. Бұйрық рай формасында қолданылған етістіктерді тауып талдаңдар дейді. Біз жай ғана қай етістік бұйрық рай формасында тұр, соларды ғана айтып шығамыз қазір әр сөйлемнен, иә. Бірінші сөйлемді Саян оқы. Сәлмен, астықта жұмысың болмасын. Осы жер бетінде тірі жүргің келсе, тиіспе деп Омар сілкініп шыға келді. Тиіспе. Тиіспе, дұрыс. Бұйрық райлы етістік және? Екінші жақ. Тағы бар ғой бұйрық райлы тұрған етістік. Болмасын. Иә. Болмасын. Болмасын деген болымсыз формада тұр, иә, маме болымсыз етістігін жұрнаға келіп тұр. Тиіспе, ол да солай болымсыз формадағы екінші жақтағы бұйрық рай. Жақсы, екінші сөйлем Мүтәнай аулым. Кәне баланың жолын бір сынайық. Сынайық. Біз сынайық, сендер сынаңдар, сіздер сынаңыздар, олар сынасын. Жоқ, бізге сынайық деген ғана керек. Нешінші жақта тұр? Қай жақта тұр? Сынайық бірінші жақ. Біз сынайық. Көпше түрі, иә, біз сынайық. Иә. Болымды форма ма, болымсыз форма ма? Болымды. Болымды форма, жақсы. Үшінші сөйлем, Асхат қызы. Асхат қыз бір жерде отыр ғой дейм, иә, шулап. Ақерке оқи ғой үшінші сөйлем. Әскерде болғаныңды тірі жанға тісіңнен шығарушы болма. Шығарушы болма. Екінші жақ. Жақсы, екінші сен шығарушы болма. Иә, бұйрық райлы етістік жарайды. Жақсы, ары қарайды. Так, бесінші сөйлем кішкене бір ерекшелігі бар сияқты. Саян оқып жүр, бесті. Қарағым, атаң апарса бар, жолың оңдасын. Бұйрықта бар. Бұйрық рай. Жақсы, ары қарай. Енді бұйрық райға қатысты дүниелер түсінікті деп ойлаймын. Сөйлемде кездесіп жатса таба аласыңдар. Тестте сұрақ түрінде келіп жатса да, бұйрық райда тұрған сөйлемді, немесе бұйрық райда тұрған етістікті таба аласыңдар деп ойлаймын, ол қатты қиын емес. Мағынасына қарап та тауып алуға болады. Райдың келесі түрі бұл шартты рай. Аты да айтып тұрғандай, қимылдың, іс-әрекеттің болу болмау, іске асу аспау шартын білдіреді. Шартты рай етістіктің негізгі түбіріне де, туынды түбіріне де және етіске де болымсыз тұлғаларына да жалғана береді. Ол шартты райдың жұрнағы са-се жұрнағы. Мысалы, барса, келсе, оқытса, айтпаса деген сияқты. Яғни барса, келсе деген мысалдарда етістіктің негізгі түбіріне бірден жалғанып тұр. Оқытса деген мысалда етістен кейін келіп тұр, иә, т деген етістің жұрнағынан кейін. Айтпаса деген мысалда болымсыз етістігінен кейін келіп тұр. Яғни ол тек қана етістіктің түбіріне тікелей жалғанады деген сияқты заңдылық жоқ. Әртүрлі формада жалғанып келе береді екен.
Шарттырайдың жұрнағы осы екеуі ғана, сасе жаттап аламыз. Бұрыннан білетін болсақ, есімізге тағы бір түсіріп бекітіп аламыз, иә. Шарттырайдың тұлғасына жіктік жалғауы жалғанып қолданылады, бірақ шарттырай тұлғасы тиянақты бола алмайды дейді. Сондықтан шарттырайдағы етістік жіктеледі, бірақ сөйлемді tiyanақтап, аяқтап тұра алмайды. Басқа бір етістікпен, кейде көмекші етістікпен іліктесіп, тіркесіп келеді, я бағыныңқы сөйлемнің баяндаушы болып тұрады дейді. Енді осы ережені түсіну үшін мысалға назар аударайық. Жарқырап бір көрінсек дейміз деген сөйлем. Осындағы шарттырайда тұрған етістігіміз көрінсек. Се деген шарттырайдың жұрнағы тұр. Одан кейін келген к жіктік жалғау бірінші жақтың көпше түрінің жалғауы. Біз көрінсек деген формадағы. Енді дәл осылай ол жарқырап бір көрінсек деп сөйлемді біз аяқтай алмаймыз. Яғни шарттырай осылай жіктеліп келген кезде ол сөйлемді аяқтап, tiyanақтап тұра алмайды дейді. Сондықтан оны аяқтау үшін оған не көмекші етістік тіркесу керек? Мысалы, дейміз деген. Де деген көмекші етістік тіркесіп барып сөйлем аяқталып тұр ғой. Немесе ол бағыныңқы сөйлемнің ғана баяндаушы бола алады. Оны білеміз ғой, сабақтас құрмаластың бағыныңқы сөйлемі ғана бола алады деген білдіреді. Соның бір мысалы осы. Енді шарттырайдың жедел өткен шақ тұлғасы сияқты шарттырайда жіктеледі. Мысалы, бірінші жақта жекеше м, көпше к, қ, екінші жақта жекеше ың, көпше ыңдар, іңдер, сыпайы жекеше түрлері көрсетілген. Ал үшінші жақтың арнайы жалғауы болмайды дейді. Мысалы, мен барсам, біз барсақ, сен барсаң, сендер барсаңдар, сіздер барсаңыздар, немесе үшінші жақта ол барса. Яғни ешқандай жалғауы жоқ, бірақ үшінші жақтың мағынасы болады ол жерде, нөлдік формасы болады. Бұл жіктелуіндегі ерекшелік шарттырайдың. Жалпы шарттырайға қатысты айтатынымыз осы. Ең бастысы біз оны тестте тауып алуымыз үшін, оның сасе деген жұрнағы бар екенін білсек жеткілікті сияқты, соны еске сақтап алсақ негізінен. Енді мұнда шарттырай формасы арқылы жасалған бірнеше сөйлемдер бар, бірақ олардың бірінші бөліктері ғана берілген. Біз қазір соларды толықтырып, ары қарай сөйлем құрап көреміз. Бастайды Мүтәнай ауылым. Бір үш сөйлемді айта ғой, алғашқы. Демалыс уақыты болса, ауылға барып келер едім. Жақсы. Келесі. Сен кітапты көп оқысаң, сен кітапты көп оқысаң, сен кітапты оқысаң, көп, көп оқысаң, көп білер едің десек болмай қалады екен. Болады, көп біле түсесің деуге болады, білімің артады. Енді кітапты көп оқыған кезде өзі нәтиже қандай болады, соған сәйкес құрай беруге болады. Жақсы, сен кітапты көп оқысаң, білімің арта түседі делік. Осы сөйлемде шарттырай қайсысы? Қайталаңызшы апай. Жаңа сен құраған сөйлем. Сен кітапты көп оқысаң, білімің арта түседі. Осы сөйлемде шарттырай формасында тұрған етістік қайсысы? Арта түседі? Жоқ. Жай ғана сасе емес, бізге ол шарт мағынасын қойып тұрған сасе болу керек қой. Оқысаң. Оқысаң. Егер сен оқысаң деген шарт осында тұр ғой, оқысаң деген сөздегі са шарттырай бізде, соны шатастырмаймыз. Үшінші сөйлем аяулым, тағы бір сөйлем жасап көр. Оның үйден шыққысы келсе, достарымен қыдырар еді. Жоқ, сөйлемнің мағынасына қараймыз. Шарт болу керек.
Оның үйден шыққысы келсе, Ол үйден шығу үшін бірдеме істеу керек деген сөз ғой. оның үйден шыққысы келсе, сабағын орындап кетуі керек. Иә, енді дұрыс болды. Шарттырайымыз қайда тұр? Сабағын орындап кету керек. Орындап кету керек. Шарттырай бізде сасы. Келсе? Иә, келсе. Не болды аяулым, дұрыс тыңдамай қалдың ба шарттырайдың ережесін? Келесі, Саян, жалғастыр. Егер маған көмектескіңіз келсе, банк карточкама ақша аударып жіберіңіз. Жақсы. Шарттырайымыз қайда? Келсе, сасы. Ұйқың келсе, бір демалып жатуын. Келесі сөйле. Келсе бұл жақта да. Қонаққа барсам, үйдегілер мені аулаға тастап кетпейтін еді. Жақсы. Бұндағы шарттырайдағы етістік қайсысы? Барсам, Нешінші жақта тұр? мен барсам, бірінші жақ. Бірінші жақта. Жүктік жалғауы қайсысы? Жақсы. Бұл түсінікті ғой деймін, иә? Бұл жаттығу. Ақерке, аяқтап тастайсың ба қалған үш сөйлемді? Иә, апай. Жетінші ғой, апай. Иә, жеттен баста. Сен сабаққа бармасаң, үлгерімің нашарлар Нашарлап кетеді. Иә. нашарлап кетеді. Келесі. Біз әлеуметтік ғаламторды өшіріп тастасақ, уақытымыз босқа кетпес еді. Иә. Иә. Егер мен әлемді саяхаттауға шықсам, ең алдымен Парижге барар едім. Жақсы. Қабылдаймыз. Кеттік ары қарай. Енді келесі райдың түрі, соңғы 4-ші түрі, бұл қалау рай. Қалау рай бұл да өзінің аты айтып тұрғандай, белгілі бір істің, әрекеттің иесінің сол әрекетті істі қалауын білдіреді. Мысалы, менің оқығым келеді, ол үйіне жетсе игі еді, не де болса шынын айтқайсың. Мысалы, менің оқығым келеді деген кезде, сол айтып тұрған адамның, мысалға менің оқығым келетіндігі, яғни оқуды қалайтындығым бірден білініп тұр, иә. Мен мұнда менің оқығым келеді деген кезде бұйрық беріп тұрған жоқпын, немесе шарт қойып тұрған жоқпын. Мен мұнда өзімнің қалауымды білдіріп тұрмын да. Демек, бұл қалау райда тұрған сөйлем болып шыға келеді. Мағыналық жағынан егер алып қарайтын болсақ. Ал енді жасалу жолдарына келетін болсақ, бірінші жасалу жолы етістікке Г, Г, Қ, К жұрнақтарының жалғану арқылы жасалады. Мысалы, менің барғым келді, сенің барғың келеді, сіздің барғыңыз келер, оның барғысы келіпті, кеткіміз келген, кеткілерің келді деген сияқты. То есть, әйтеуір етістікке Г, Г, Қ, К жұрнақтары жалғанады, және оған кел деген көмекші етістігімен тіркесіп келеді екен. Жай ғана барғым, мысалы, немесе барғысы деген сияқты сөйлемдерді аяқтап тастай алмаймыз ғой. Міндетті түрде одан кейін кел деген көмекші етістік тіркелуі керек болып тұрады. Барғым келді, айтқым келді, көргісі келді, кеткілерің келді деген сияқты, яғни осы Г, Г, Қ, Қ-мен бірге кел етістігі тіркесіп жүреді екен. Осылай қалау рай бірінші тәсілмен жасалады екен. Екінші жасалу тәсілі қалау райдың бұл шартты райдың тұлғасына, яғни шартты рай дегеніміз сасы еді. Сол шартты райдың тұлғасына игі еді деген сөздің тіркесуімен жасалады. Мысалы, алсам игі еді. Игі еді деген тіркестің өзінің мағынасы жақсы болар еді деген мағынаны білдіреді ғой. Мен барсам игі еді, то есть мен барсам жақсы болар еді деген мағынаны білдіреді. Яғни қалауы ғой, ол да айтып тұрған адамның қалауы белгілі бір. Сен алсаң игі еді, сіз алсаңыз игі еді, немесе ол алса,
ол барса игі еді, ол көрсе игі еді деген сияқты осы сасе шарттырайға игі еді деген сөздердің тіркесуі арқылы қалаурай жасалады екен. Екінші жолы бұл оның, жасалуының. Үшінші жасалу жолы етістікке ғай-гей, қай-кей жұрнағы жалғанып, және ол жіктеліп келіп жасалады. Одан кейін, мысалы, ғай-гей, қай-кей жіктеліп келуі. Сен ертең сабағыңа барғайсың. Әрине бұл ғай-гей, қай-кей деген форма қазіргі таңда күнделікті өмірде, ауызекі сөйлеуде көп қолдана бермейді, сирек қолданылады, бірақ тестте бізге осындай формада жасалған сөйлемдер сұрақ ретінде келуі мүмкін. Сол үшін де біз бұны білуіміз керек. Сен барғайсың, көргейсің, келгейсің деген сияқты, немесе үшінші жақта кетсе, мысалы, ол барғай еді, ол келгей еді, то есть жаңағы игі еді дегеннің басқаша бір формасы болып тұр ғой. Бірақ екеуінде де адамның әйтеуір бір қалауы, тілегі білініп тұрады мағыналық тұрғыдан келген кезде. Яғни бұл үшінші жасалу жолы. Сонымен қалаурай ғы, қы жұрнақтарымен келі етістігінің тіркесу арқылы жасалады. Шарттырай тұлғасына игі еді сөздерінің тіркесу арқылы жасалады, және ғай-гей, қай-кей жұрнақтарының жалғану арқылы жасалады екен. Үш түрлі жасалу жолы бар. Ереже дәптерге осыны жазып, мысалдармен түсіріп қоямыз, міндетті түрде ұмытып қалмас үшін жазып аламыз. Енді мұнда бірнеше сөйлемдер бар. Осы сөйлемдердегі қалаурай тұлғасындағы етістіктерді табамыз. Бірінші сөйлемнен бастап Мүтан аяулым оқи ғой. Оның көзінше торғынға бірде сөз айтқым келмеді. Айтқым келмеді. Қалай жасалған? Айтқым келмеді. Үш жасалу жолының қайсысы? Қандай жұрнақ арқылы жасалып тұр? Аяулым. Шарттырай тұлғасына. Жоқ, шарттырай болатындай сасе жоқ қой мұнда. Шарттырайдың тұлғасы сасе. Қандай жұрнақ бар мұнда? Айтқым келмеді. Айтқым келмеді. Айтқым деген сөзді талдашы. Түбір қосымшасын ажырата ғой. Түбірі айт. Қым. Бұл бізде демейміз. Қ. Сосын ым. Қ деген қарайды мұнда. Мынандай жолдармен жасалады дейді. Етістіктің негізгі және туынды түбіріне. Қандай жұрнақ жалғанып жасалады дейді. Етістіктің негізгі және туынды түбіріне, етіс және болымсыз етістіктің тұлғаларына ғай-гей, қай-кей жұрнағы жалғанып, жіктеліп келіп жасалады. Біріншісін оқысай. Етістіктің негізгі және туынды түбіріне немесе етіс және болымсыз етістіктің тұлғасына ғ, г, қ, к жұрнақтары жалғанып, оған тәуелдік жалғауы үстеледі де кел көсемшесі етістігімен тіркеледі. Кел көмекші етістігімен тіркеледі дейді. Ал енді қарайық. Айт түбірі болды. Қ не болады сонда? Айт қ бұл бізде туынды болымсыз етістік тұлғасындағы. Қойшы. Бұл жұрнақ жай ғана, ненің жұрнағы? Қ деген қалаурайдың жұрнағы. Қалаурайдың жұрнағы. М деген менің айтқым келмеді. Тәуелдік жалғауының бірінші жағы екен. Менің деп тұрмыз өйткені. Сонда қалаурайымыз жаңағы сен оқыған бірінші жолмен жасалып тұр. Ғ, Г, Қ, К жұрнақтары
Одан кейін тәуелдік жалғау, одан кейін кел деген етістікпен тіркесіп жасалған. Сонда айтқым келмеді деп сен дұрыс таптың. Но қалаурайдың жұрнағын таба алмай тұрсың ғой. Қалаурайдың жұрнағы қ, айтқым деген сөзде. Екінші сөйлемді Саян оқи ғой. Байдың тұжырымында кәрінің қайта жауап бергісі келген жоқ. Бұл жерде бергісі. Жаңағы сасе, ол шарттырайдың несі? Кәне сәсе. Жұрнағы. Саян. Ой, Бергісі деген сөзді талда түбір қосымшасына ажырат. бер түбірі, г жаңағы қалаурайдың жұрнағы, с деген жоқ қой, шарттырайы. Енді не болады ол? Оның бергісі келген жоқ. Жіктік жалғау ма? Оның бергісі. Жіктік болса, мен сен ол болу керек. Тәуелдік үшінші жақ. Тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Сонда бер түбір, г қалаурайдың жұрнағы, с тәуелдік жалғауының үшінші жағы болды. Сонда дұрыс, тағы да солай сөзді дұрыс таптық, но жұрнағын таба алмай қалып тұрмыз, я? Так, үшінші сөйлем, Ақерке оқы. Ақерке жоқ апай. Жоқ па? Айолым оқи бер онда. Бұл хабарды Омархан әкесі әуезге айтқанмен, Мұхтарға сездіргісі келген жоқ. Айтқанмен келген жоқ. Қалаурай керек бізге, айолым. Айтқанмен жатпаймын апай. Талдап көр, айтқанмен дегенді. Түбірін қосымшасы. Жатпайды апай. Айт түбірі болғанмен, қан және мен олар. Бізде қалаурайдың Жұрнағы емес. Келген жоқ. Қалаурай сөйлемді аяқтап тұруы міндет емес, айолым. Сездіргісі. Сездір түбірі г және сез. Және бұл жерде бізде г ол бірінші жолмен жасалған. Жай ғана қалаурайдың жұрнағы деп айтсаң болады, Қалаурайдың жұрнағы сде қалаурай жоқ. Ол қалаурайдық емес екен. г. Дұрыстап талдайықшы, сездіргісі деген сөзді. Морфологиялық талдаудан кішкене қиналып қалдық қой. Түбірі сездір не болады? Айтса бола ма? Айта ғой. Өзгелік етістің жұрнағы. Дыр, тартыр. Иә, дұрыс, молодец. Дыр, тартыр өзгелік етістің жұрнағы еді. Оны да біз жақында ғана өттік, етісті. Г қалаурайдың. Г деген қалаурайдың жұрнағы. С ол тәуелдік жақ. Дұрыс. С тәуелдік жалғауының нешінші жағы? Оның сездіргісі келген жоқ. Нешінші жақ болады? Оның болса. Үшінші жағы, тәуелдік жалғауының үшінші жағы. Так, қалған сөйлемдерде де көбісі осы формада келген сияқты. Г, Қ, К арқылы келген сияқты, қалғандарында да. Жарайды. Енді, қазір кім? Аяулым Саян екеуің қалдыңдар ма сабақта? Апай. Мұнда қазір онда райдың біз бүгін өткен 4 түрінде қайталап шығуға арналған тапсырма. Алма кезек тез айтып шықсаңдар болады жай ғана. Мысалға бірінші сөйлем, жақсының жақсылығын айт нұры тасысын, бұйрық райда тұрған сөйлем. Екінші сөйлем, просто қай райда тұр сөйлемдер, соны айтып шығамыз. Екіден бастай ғой? Иә, екіден бастай ғой, Саян. Асып бара жатсаң, еліңмен бөліс. Бұл шарттырай ма? Дұрыс. Үшінші сөйлем. Күнің барда күліп жүр, бұйрық рай. Қазақтың үміті ақталмаса, елде тыныштық сақталмайды, бұл шарттырай.
тату елдің тамағы таусылмайды. Бұл бізде ашық рай. Ашық рай. Жақсы. Ары қарай бір үш сөйлемді аяулым оқып жібер. Таусылмайды. Барайықшы жылғаға, барайықшы жылғаға, барайықта жылғаға, тебейікші сырғанақ. Барайықшы жылғаға. Бұл бізде қалау рай. Жоқ. Саян қандай рай деп ойлайсың? Бұйрық. Бұйрық рай. Біз бағана Бұйрық рай. бұйрық райдың бірінші жағындағы жіктелуіндегі ерекшелікті. Жақсы. 7-ші сөйлем аяулым оқи ғой. Менің оны білгім келіп тұрған жоқ еді. Енді Қалау. бұл қалау райлағы сөйлем дұрыс. Келесі. Басы биік ақ шынға, шынар болғым келеді. Жаны биік жақсыға, сыңар болғым келеді. Болғым келеді. Қалау рай. Қалау рай. Жақсы. Тағы бір сөйлем оқы. Таза ойлап, татулық іс табалық. Таза ойлап, татулық іс табалық. Бұл бізде Соңында лет белгісі тұр. Ашық. ашық. Таза ойлап татулық іс табалық деп, бұл да бұйрық қой. Бұйрық. Бұйрық рай. Жақсы. Жау жоқта тіпті жауды сағынбалық. Бұл да бұйрық рай, Ал енді мына сөйлем. Сайлауға келген ұлық әуелі сол сайлау жағынан бастаса игі еді. Аяулым, бұл қандай рай? Бұйрық. Жоқ, бастаса игі еді. Біз жаңа айттық, игі еді деген Бастаса қай райда келеді? қалау рай. Қалау райда келетін еді, Қалау рай. Ал енді ұрыс-ұрысты қашырар, ынтымақ белге асырар. Бұл қандай райда тұр? Шартты ма? Жоқ, шартты райдың жұрнағы жоқ мұнда. Бұл жай айтып тұр. Ұрыс-ұрысты қашырар. Ашық рай. Бұл ашық райда тұрған сөйлем. Жақсы. Аяулым, райлардың айырмашылығы түсінікті болды ма? Апай. Сұрақ бар ма? Жоқ, апай. Саян бәрін оқып алдың ба? Жақсы. Қазақ тілді онда қазір осымен аяқтаймыз. Әдебиетке дейін үзіліс керек пе? Жоқ, бастай берейік пе әдебиетті?